Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күштер қалай әсер етеді? Күшті қалай өзгертуге болады? Ендеше балалар, бүгінгі сабақтан білетіндерің. Денеге бір уақытта бірнеше күш әсер ететінін және күштердің қалай бағытталатынын түсінесіңдер. Аз күш жұмсай отырып, үлкен күшті қалай алуға болатынын білесіңдер. Балалар, суреттерге мұқият назар салыңдар. Суреттерге қарап берілген мәтіндерді оқыңдар. Күш түрлері туралы білетіндеріңді еске түсіріп, олардың мағынасын түсіндіріп көріңдер. Балалар, суреттегі сөздерге мән берейік. Бірінші суретте 10 кісі өрге тартқанды бір кісі төмен түсірер. Бұл сөздің мағынасы балалар, ауыр денені биікке шығару үшін бірнеше адам күш жұмсайды. Ал керісінше, биікте тұрған ауыр денені бір кісі төменге оңай түсіреді. Ал екінші суретте, құлайтынымды білсем, сабан төсеп қояр едім. Адам парашютпен жоғарыдан төмен қарай түскен кезде қай жерге түсетіні белгісіз. Бұл ауырлық күшіне бағытталған. Үшінші суретте, есік сықырламасын десең, топсасына май құй. Есіктің топсасына қатты күш түспеу үшін оны майлап тұру керек. Ал балалар, бұл сөздердің мағынасын қалай түсінесіңдер? Әрине балалар, суреттерден бір уақытта бір денеге бірнеше күш түсетінін байқауға болады. Күштердің әсерін анықтаңдар. Балалар, сендер гамаққа жатып көрдіңдер ме? Суретте гамақ неліктен созылып кетті? Оның жерге дейін төмен түсуіне не кедергі болды? Гамақты ұстап тұрған жіптер неліктен бұтақтардан сырғып кетпейді? Гамаққа қандай күштер әсер етті? Олардың әрқайсысы қалай бағытталған? Балалар, ойланып көріңдер. Әрине балалар, адамға ауырлық күші әсер етеді екен. Ал гамақ адамның жерге құлап кетпеу үшін созылады. Ол серпімділік күшінің әсерінен жоғары қарай созылуға қарама-қарсы бағытталған. Әрекет. Табиғаттағы барлық денеге әдетте бірнеше күш әсер етеді. Ауырлық күші төмен қарай, ал серпімділік күші жоғары қарай бағытталады. Сол себепті адам өз тепе-теңдік қалпын сақтай алады екен. Мысалы, жоғары лақтырылған допқа ауадағы үйкеліс күші және ауырлық күші әсер етеді екен. Балалар, егер бір денеге бір уақытта бірнеше күш әсер ете отырып, ол дене өз орнында қалса, демек ол денеге түскен күштің әсері де өзара тең дегенді білдіреді. Мысалы, орындықта отырған адамға ауырлық күші мен серпімділік күші әсер етеді. Сондықтан да адам өзінің тепе-теңдік қалпын сақтай алады. Балалар, ойланыңдар. Әуеге лақтырылған доп неліктен төмен құлайды? Ал су астындағы доп неге су бетіне қалқып шығады? Ендеше балалар, ойланып көріңдер. Иә балалар, әуеге лақтырылған допқа ауырлық күші әсер етеді екен. Сондықтан да ол жерге тартылады. Ал су астындағы доп неліктен су бетіне қалқып шығады? Өйткені доп ішінде ауа бар. Оған серпімділік күші әсер етеді екен. Жауабын тап. Негеш пен Эврика теледидардан Мысыр пирамидаларының құрылысы туралы бағдарлама көріп отыр. Олардың сұрақтарына жауап беріп көріңдерші. Күш жеткіліксіз дегенді қалай түсінесіңдер? Балалар, ойланып көріңдер. Әрине балалар, адамдар өздерінің күші жетпейтін нәрселерге механизмдерді пайдаланады екен. Механизмдердің құпиясы неде? Адамдар үлкен күш қажет болған кезде түрлі механизмдерді пайдаланады екен. Мәселен, көлемі үлкен, салмағы ауыр денелерді биіктікке шығару үшін үлкен жүк көтергіш крандарды пайдаланады. Ал етті сақтау үшін ет тартқышты пайдаланады екен. Құдықтан суды оңай алу үшін арқанды пайдаланады. Ал жаңғақты оңай шағу үшін жаңғақ шаққышты пайдаланады. Балтамен отын жарады. Демек адамдар өздерінің күші жетпейтін
жұмыстарға әртүрлі механизмдерді пайдаланады екен. Зерттеу. Балалар, суретке назар аударайық. Күшті қалай азайтуға болады? Негеш пен Эврика үстел үстінде тұрған серіппеге күш жұмсады. Олар серіппені өздеріне қарай тартты. Қалай ойлайсыңдар, кім күшті көбірек жұмсады? Әрине балалар, Негеш серіппеге көбірек күш жұмсады. Адамдар затты немесе нысанды тартқанда не itергенде оған күш жұмсайды. Ал қаттырақ немесе керісінше жайырақ итеріп, не тартқанда сол әрекеттің жылдамдығын өзгертуге болады екен. Балалар, адамдар механизмді не үшін және қай кезден бастап пайдаланады? Адамның дене мүшесінің мүмкіндіктері шектеулі. Сондықтан адам ерте заманнан бастап өзінің күшіне күш қосатын механизмдерді пайдаланып келеді. Қазіргі кезде құрылыстар мен кәсіпорындарда ауыр заттарды тасымалдау үшін жүк көтергіш крандар қолданады. Мұндай күрделі техника қарапайым механизмдерден құралады. Олар күшті көбейтуге немесе күш әсерінің бағытын өзгертуге көмектеседі. Адамдар механизмді алуан түрлі құрылыстар салуда, жер өңдеу жұмыстарында, ауыр нәрселерді көтеруде, үй шаруашылығында көптеген құралды қолданады. Ондай құралды қолданудың нәтижесінде адам жұмсалатын күштен ұтады. Адамдар ауыр заттар мен нысандарды орнынан қозғалту үшін механизмдерді, әртүрлі машиналарды да қолданады. Машина мен ауыр жүктерді басқа қалаларға тасымалдаса, трактор мен жер жыртады. Осындай механизмдермен ауыл шаруашылығындағы көптеген жұмысты атқаруға болады. Яғни, адам аз күш жұмсап, көп жұмысты тындыра алады. Механизмдерді қозғалысқа келтіретін жұмыс жалпы немесе толық жұмыс деп аталса, механизмдердің басқа денелерді қозғалысқа келтіретін жұмысы пайдалы жұмыс деп аталады. Балалар, сендер білесіңдер ме? Ежелгі грек ғалымы Архимед қазіргі кезге дейін қолданып келе жатқан қарапайым механизмдерді ойлап тапқан екен. Ендеше балалар, естеріңе сақтап алыңдар. Денелерге бір уақытта бірнеше күш әсер ете алады. Мұндай жағдайда денелер қозғалыста болуы немесе тыныштық күйінде қалуы мүмкін. Балалар, ойланып көріңдер. Адам судың, желдің, күннің энергиясын қалай пайдаланады? Әрине балалар, адамдар судың, желдің, күннің энергиясынан электр тоғын өндіреді екен. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Денеге бір уақытта бірнеше күш әсер ететінін және күштердің қалай бағытталатынын түсіндіңдер. Аз күш жұмсай отырып, үлкен күшті қалай алуға болатынын білдіңдер. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.